So tonight we are losing this fight. Oh, hell, so tonight is no one on our side. Ассалаумағалейкум достар, баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін бізде видео монтаж киномастермен видео монтаж жасайтын боламыз. Бүгінгі видеоның негізгі мәні бізде переходтар, түрлі түсті әдемі видеоларға арналған переходтар жасап үйренеміз, және де глич эффект. Енді жалпы монтаж достар. Біріншіден біз видеоның светокоррекциясын жөндеп алатын боламыз. Неге мына жерде ары беріп тұрған эквалайзер сияқты батырма бар достар. Неге негізгі видеоның түрі осындай. Осы эквалайзерді басамыз да контраст осыны жоғары қарап көтереміз. Бірінші ортада тұрған, енді қатты төмендетеміз. Яғни бұл температура немесе қызулықты, және жасыл түсті қатты жасыл қылатын достар. Кішкене температураны астына түсіреміз. Енді әрмен қарай эффект 3 домалақты басамыз. Осы жерден бізге керекті бір өздеріңіз үйде достар осындай штор немесе осындай перде болса, осының алдында тұрып видеоға түссеңіздер болады. Шынында да бір әдемі шығатын видео. Дәл осы эффект таңдаймыз. Әрмен қарай мінекей көрген кезде кішкене киношный эффект береді, кішкене жасылдау эффект береді. Ал достар, енді мына жерден біздер қазір скорсын жайлатып отыр, яғни слоумо дейді, баяу түсірілген видео сияқты жасалынады. Енді барынша баяу қолына қарайсыздар, қимылына қарайсыздар. Егер көңілдеріңіз толмаса, одан да төмен қылсаңыздар болады. Барынша видеоны баяу қылады достар. Енді біздер бұны енді өзінің рет-ретімен бөліп шығатын боламыз достар. Бірінші видеоның негізгі мәнінде осы әр движение ауысқан жерде, яғни қимыл ауысқан жерде бөліп тастайсыздар. Кішкене жылжытамыз. Қазір қимыл ауысқанша мінекей мына жерлерде ауысты. Дәл осы жерден осы мінекей мына ортадағы кусок бізге қажет емес. Мына жерде уже қимыл ауысады. Немесе сіздер бөліп түсірсеңіздер болады достар. Бірінші модельді былай қойып алып, немесе былай қойып алып түсірсеңіздер болады. Енді әрмен қарай тоже сол қырқу процесі кете береді достар. Енді қай жерде, мінекей мына жерде уже қимыл ауысты. Қазір қарасаңыздар, кішкене жүргізейін. Мінекей мына жерде қимыл уже қазір ауысады. Осы жерден бастап қырқамыз, кішкене жүргіземіз. Қимыл ауысқанша мінекей осы жерден ортада кусокты алып тастаймыз. Мінекей қазір ортада кусокты алып тастай салайын достар. Бұл енді чис аяқ асты түсірілген видео, бір дос қызым жұмысқа келген болатын. Сол кезде отырып әңгімелесіп отырып, аяқ асты видео түсіргім келіп кетті достар. Енді сол сабаққа ұштасып кетті. Әрмен қарай тура осы достар. Енді бастысы бұл жерде ыңғайлатып сәтті қырқулар достар. Енді вырезание, яғни әдем қырқсаңыздар. Енді қазір осы жерлерге біз переход қоятын боламыз. Неке жүрген кезде осылай жүреді. Қазір достар, енді дәл осы кете береді. Енді бізде қазірше ортада видео переходтар жоқ. Яғни видео переход дегеніміз, яғни бір видео екінші видеоға секірген кезде ортадағы анимацияны айтады. Сол енді ортада видео переходтарды қазір қоятын боламыз достар. Оны қай жерден скачать етеді, мен сіздерге көрсетемін. Егер сіздерде платный болса, описаниеде, егер ВК-да отыратын болсаңыздар, біздің обсуждениеде көп қойылатын сұрақтарда бар. Тегін киномастер. Неге достар, кеше мен өзіме керекті келген өте әдемі нелерді тартқан болатын. Переходтарды, осы переходтарды өте іздеп жүрген болатын. Глич переход. Енді көп достар мына жерде. Неке қазір енді мен скрин видео кетіп жатқасын бір түсірмей қояды, яғни нелерін неке мына жерде бір көрсетті. Бұны көрсеңіздер өте керемет видео ауысқан кезде керемет эффекттер береді достар. Енді бұны скачать ету мына жерде магазин, яғни бізде барлық жерде бар магазиндер достар, материалдарды скачать етіп алатын. Осының үстінен басамыз, интернетті қосамыз, және де переходтар мына жерде. Переходтар достар, мінекей переходтың значогы дәл осындай болады көпшілік видеоларда. Бассаңыздар достар, мына жерде енді басында ең лучшылары шығады. Мына жерден жай ғана скачайтты басасыздар. Скачайтты басқасын достар өзі скачать етіп болады. Арнайы установка салынады бұған. Кішкене бір
ары кетсе 2-3 минуттай уақыт кететін шығар, одан кейін сіздерде автоматты түрде түсетін болады. Енді әрмен қарай достар, бұл музыканың өлеңін қайдан алдым мен? Дәл осылай видеоны аламын, қайшы батырмасын басам, извлечить аудио, яғни қазір менің видеомды сіздер скачать етіп алып, тура осы жолмен аудиосын алсаңыздар болады. Тек қана бұл жолмен емес, яғни тек қана бұл видео емес, кез келген видеоның аудио записін тура осылай алсаңыздар болады. Немесе бір жаңалықтардың сөздерін, кинолардың сөздерін, сериалдардың бір прикол істейтін болсаңыздар, дәл осылай алсаңыздар болады. Видеоны аласыздар, ең астында извлечить аудио. Мінекей, қазір кетіп жатыр. Біздер переходтарын дұрыстадық. Переходтардан кейін достар бізде переход, яғни удачный переходтар болады. Яғни мына жерде енді қараймыз, кішкене музыкамен жұмыс істейміз достар. Барынша тық еткізген жеріне бір переход қоямыз. Обязательно бір ерекше музыкаға переход немесе бір эффект тастаймыз. Қазір көрейік. Дауысы жай шығып жатса кешірім сұраймын, енді барынша қатты шығарып қойған дауысым. Енді оны монтаж кезде өздеріңіз көресіздер. Мына жерге бір басқа переходтар. Переходтар достар міндетті түрде 0.5 немесе 0.5-тен аз болу керек, барынша созылмау керек, тез ауысу керек. Мінекей. Жіберген кезде қазір музыканың үстіне түсу керек бұл. Мінекей достар. Енді әрмен қарай бұл жердің музыкада қазір бір тыңдап жатсаңыздар, бір тырт деген бір, яғни барабанның дауысы сияқты, автоматтың дауысы сияқты бір жерлер болады өздер. Сол жерлерге қазір біздер қандай эффект беретінімізді көрсететін боламыз сіздерге достар. Енді ол жерді барынша анықтайтын боласыздар, қалай тұр, қалай сол жердің музыкасының дәл уақытына қоясыздар. Енді ол жерге біз мультимедиа фонды басамыз достар. Фоннан дәл осы жерден бізге қара керек болады. Мінекей, қара. Қазір мен полный экран қыла салайын. Мінекей, полный экран болу керек міндетті түрде. Окей, батырмаса, енді әрмен қарай кішірейтеміз бұны. Барынша максимальный қанша кішірейді, сонша кішірейтіп тастайсыздар достар. Мінекей, видеоны үлкейтіп, мінекей, дәл осылай кішірейтесіздер де, енді бұны мінекей 3 нүктені басамыз, дубликат. Яғни көшірмесін аламыз. Қасына тастаймыз. Мінекей, қасына келсеңіздер, өзі автомат түрде жоғары шығып кетеді. Тура о екінші жоғысына дубликат. Дәл осылай көбейте бересіз. Жаңа барабанның ұрған жер тырт деген жеріне шейін, яғни сол аралықтағы осы болады. Мінекей, қазір результатты көрейік. Енді примерно түсінген боласыздар. Енді мен монтаж кезінде бұны қатты сіздерге мелочына шейін бәрін көрсетіп жатқан жоқпын. Примерно қалай жасалатынын көрсетіп жатырмын. Егер монтажды мен қазір асықпай барлығын бүйтіп тырт деген каждый ударникке қойып шығатын болсам достар, енді видео өте ұзаққа созылады. Енді барынша мен сіздерге жалпы сондай ударник тез ұратын жерлерге қандай эффект қоятынын көрсеттім. Сондай қараны қысқа алып тастайсыздар достар, барынша ұрған жеріне. Енді әрмен қарай бұның музыкасына ойнайсыздар достар. Енді тура осы жерлерде бір барабан ұрған жер бар. Мінекей, ол жерге де тура осылай мультимедиа фоннан мына жерде қара түс бар. Яғни өздеріңіз бір видео істегенде осы шынында да керемет болады бұл. Барынша тура осыны да барынша қысамыз. Барынша қысып, мінекей достар, полный экран қыла салайық қазір. Дубликат, оймен полный экран қылайық. Енді әрмен қарай дубликат достар. Дубликат қыламыз да достар, мінекей. Дублируін. Енді бұны кішкене оңға қарап жылжытамыз. Енді әрмен қарай тура осы жүйе кете береді достар. Дубликат. Енді барынша араларын қатты ашық қылып жіберуге болмайды бұны. Жақын қыласыздар, сол кезде ударникке ұқсап кетеді. Мінекей достар, енді дәл осылай жасалады. Әрмен қарай біздер енді глич эффекті бөлек беретін боламыз. Қазір бұл жай ғана ударникке берілетін эффект достар. Ударникке берген кезде қарақ болып, яғни бетіндегі не қылатын. Бұның өзін жеке өзін сақтап аламыз достар. Неге глич эффект қазір беретін болсақ, ол жерде слой көбейіп кетеді да, бізде слойды одан артық қабылдамайды. Әрмен қарай глич эффект, жаңағы видеоны экспорттап аламыз. Енді тура сол экспортталған видеоның үстіне тура сол экспортталған видеоны слойға тастаймыз, яғни видео слойға тастаймыз. Полный экран қылып аламыз. Әрмен қарай енді қазір мен сіздерге өзім былай шұқылап, барынша бір оңай жолын қарастырдым осы глич эффекттің.
негізі глич эффект жаңағыдай бөліп істейді екен. Мен енді сіздерге барынша оңай түрін таптым. Қайшыны басамыз, сол жағын басамыз. Мінекей дәл осылай қырқып аламыз. Енді барынша осындай бос тұрған, яғни бос эффект аз қойылған жерлерге қалдырамыз. Мінекей бір кусок осы жерге қалдырдық. Где-то осы жерлер біз ашық бола берсін, мына жерді ашып тастайық. Мінекей мына кусок керек бізге. Енді осы кусокты жасаудың жолы. Біріншіден достар, мына жерден басасыздар, қызыл форматты таңдап аласыздар. Эффекті фильтрді, яғни соны таңдап аласыздар. Видео толықтай қызыл болады достар, яғни бұл астындағы слойдың түсі осындай болады достар. Сіздер өзіне беріп жібермеңіздер. Хромакей жай ғана басқан кезде өзі қызылды алып тастайды, адамды және басқа да керекті эффекттерді, қара жерлерді қалдырады. Әрмен қарай мінекей полный экраннан алып тастаймыз. Негізі видео басталған кезде полный экранға қоймай қойсаңыздар болады негізі. Мен просто әдет болып қалғасын қойылып кетті достар. Шыны керек. Бұны үлкейтесіздер, кішкене былай жылжытамыз. Білесіздер, бізде қызыл, ақ, қызыл, жасыл деген бізде бір видео сабақ болатын Pixar бойынша. Содағы эффект мінекей. Әрмен қарай ортасына кіріп мінекей мерцание деген батырманы басамыз достар. Қазір түсінбей қалсаңыздар тағы бір жерде істеймін, ол жерде енді тағы да бір түсіндіремін достар. Мінекей қайшы батырмасын басамыз. Қайшы батырмасын бастық. Мына жерден екі кусокқа бөлеміз. Енді тура осы эффекттің өзін кішкене былай жылжытамыз. Что бір жерде қайталанбау үшін, бір жерде былай қайталану үшін. Мінекей кішкене қайшысын басамыз, ортасын басамыз. Мінекей үшінші кусокты енді былай қарап жылжытатын боламыз. Енді бұл тіптен өзгеше эффект болып шығады достар. Мінекей кішкене көтерейік, кішкене астына түсіріп қояйық барынша. Яғни енді көтерген кезде достар экранның бір жері ашық қалып кетпесін, себебі көріп жатсыздар арт пен бетіндегі слойдың разницасын. Қазір енді мен достар видео кетіп жатқан кезде телефоным күш жетпей ма, что-то видео скрин кетіп жатқан кезде эффекттер қандай болып жатқанын көрсетпейді, неге екен. Қандай болып жатқанын мінекей видеосын дауысын өшіріп тастай салайын астындағы видеолардың. Мінекей. Енді бұндай емес достар, әдемі болды, просто менде күш жетпейді, шыны керек, оны мойындау керек. Видео кезінде өздеріңіз істеп көрсеңіздер, шынында да керемет эффект болады, яғни жаңа мен видеода қолданған эффекттер. Мінекей енді мына жерде де түсін. Мінекей достар, енді бұл жерде сіздер енді асықпай көрулеріңізді сұраймыз. Біріншіден бізде қызыл эффект береміз. Негізі көк эффект берсеңіздер де болады, бірақ қызыл эффектің ерекшелігі шынында да ерекше. Немесе арасын ауыстырып бір кусокты басқа қылсаңыздар болады. Әрмен қарай мына оффты алып тастай салайын. Енді әрмен қарай енді бізде хромакей орын алады достар. Хромакей жай ғана аша саламыз. Бізге тек қана адамды қалдырып, және де басқа да бір қыртыстарды қалдырып кетеді. Енді тағы да ортасын басып, мінекей мына ортаны басамыз. Мінекей достар, осы басылған орта және де мерцание деген не бар, функция бар, соны басамыз. Яғни ол былай қалай дейді, ударник сияқты жыбырлап тұрады. Жаңа біз ударникке қара нелерді фоннан теріп не істеп алдық қой. Тура сондықта осылай жолмен істесеңіздер болады. Дәл бұл жүйеде тура солай жасалады достар. Ортасынан бөлу, қырқу, сол сияқты енді әрі бері қарай жылжыта бересіздер. Мінекей где-то 3 кусок, 4 кусокқа берсеңіздер болады. Енді видеоны көп қылып жіберудің де қажеті жоқ достар. Глич эффекті арасында, яғни ударник ұрған жерлерде өзгертсеңіздер болады. Жаңағы мен ударникке қойылған қара фонтта көрсете кетейін достар. Бұны да тура солай пайдалансаңыздар болады. Бірақ та бұл кішкене анау сияқты былай, мінекей көрдіңіздер, бұл бір қалай дейді, бір бәле мигайт етіп тұрған сияқты болады. Анау сияқты бір жестко бүйтіп ұрмайды да. Бұл жай ғана бір лыпылдап тұрады. Енді барынша түсінікті тілмен түсіндіріп жатырмын достар. Кешірім сұраймын, егер әдеби тілмен айтып жатпасам, немесе бір кәсіби тілмен айтып жатпасам, барынша өзім тілмен түсіндіріп жатырмын, сіздерге түсінікті болсын деп. Мінекей достар, енді барынша сіздерге түсіндірдім деп ойлаймын. Осы монтаж сіздер жай ғана бір істеп көріңіздер, егер сіздерге ұнап жатса, енді мен өте қуаныштымын. Жай ғана простой эффекттерден осындай керемет видео шығаруға болады. Барынша видео переходты қолданыңыздар. Сіздерге пайдам тисе, шынында да қуаныштымын достар. Егер видео ұнап жатса, лайк басамыз. Сіздермен болған мен Мико Про, сау саламатта. Келесі видеода кездескенше.